Саламатсыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біздің музейлік жобамыз төрдегі сөз бағдарламамызда қонақта Ержігіт Бозғұлов атамыздың ұрпағы Марат Ержігітұлы Бозғұлов ағамыз келіп отыр. Қош келдіңіз, аға. Аға, енді өзіңіз өмір жолыңызда осы әкенің даңқыменен бала 40 жыл азық болып өмір сүреді деген бар ғой. Әкеңіздің осындай әдемі ісін өзіңіз де жалғастырып, су маманы болған екенсіз. Әкеден алған үлгі өнегеңізді қандай бір жақсы сөздерменен есте қалдырып айта аласыз? Біздің әкеміз өте қарапайым, былай үйде, бірақ өте қатал болған жұмысқа. Ол айтқанын орындату, істету, барлығы заң жүзімен жүретін болған. Ол өте тек заңды қатты сыйлаған еді. Жұмысының бәрі де сол тиянақты. Марқұмына Шоқаманов айтады ғой, аяғында керзі қолында 96 дәптері қалмайтын деп, әр жерге барғанда бір тетрадь түртіп алып жүреді. Иә, ана ежедневник деген шықты ғой, содан кейін де. Сол бір кварталға жетпей қалады ғой жазған кезінде. Енді анадан үлкен бет қой, сол бір әр квартал сайын сол бір неден солар не. Оның да кеше музейге бердік, ішінде дәптерлерін барлығын. Жұмысқа өте сұраушылар жұмыс несін сұрайды. Онша үйде де көп бола бермейді бізде. Ол өмір командировка. Соны ойлайтын едік, бұл бар ма, келе ме? Түнде ұйықтап жатқанда келеді, ұйықтап жатқанда кетіп қалады жұмысқа. Әбетке келген кезінде де жұмыстан ровно 1-де шығады, 15 минут келеді, тамаша. Сосын үндемейтін еді. Әкең келеді дегенде біз енді ол тамағын ішіп болады да бірден жатады. 20 минут ұйықтап алады да, сосын қайтадан кетіп қалады. Ол кезде енді неден обкомға шақырады, неге шақырады, жиналыста көп қой ол кезде. Барлығы осы халық үшін әйтеуір істеп жатқан жұмыс туралы. Содан біз де үйрендік қой. Мен де мысалы сол гидротехник болып мамандық бітіргеннен кейін осы салада жұмыс істедім. Қазалыдан бастадым жұмысымды. Алдында проектный институтта шамалы техник болдым да, сосын Қазалыға келдім. ПМК-ға. Одан жаңағы 29 ПМК-ға ауыстым. Одан Жаңақорған, Шиелі, мына Арал, Шаршығанақ каналдарын қаздық. Ең соңғы жұмысым мынау мен Көкарал бөгетін бөгеу. Ең үлкен жоба. Ең үлкен жоба, соның 20 жыл соң басында болып, содан зейнетке шықтым. Маған да осындай гидротехник құрметті су шаруашылығы ардагері деген 2 министрліктен берді. Біреуі ирригацияда, экология министрі берді, біреуі кеше жаңа мелиорация министрлігі берді. Құтты болсын, аға. Иә. Олар да сол кеше немді сұрап алып, мен де сол мелиорацияның бір кітабы бар екен, соған атыңызды жазып жатырмыз деп хабар берді. Барғанда көрерміз. Жұмыс, бұл кезде жұмыс, қазір соны аңсап сағынам сол жұмыстарды. Қызу жұмыс. Иә. Бұл кезде қазір демалыс көп. Бұл кезде демалыс сұрамайтын деді, сұрауға да ұяласың. Bir gün демалыс болса, кетіп қалатын еді, үйге сыймайсың. Bir gün демалысты. Не деп ПМК-да этаждамда тұрдым ғой мен. Сол кезде. Қазір сондай жұмыстар жоқ. Қазір үйдегі нелерге сұрағанда айтамын ғой, қысық. Ана жерді қалай қазғанымыз, тегіс істегеніміз қалай тегіс істеледі. Ол қалай болады, соның барлығын. Көбісі білмейді. Мелиорация деген жабылып қалды. Қазір мелиорацияны салып көрген кеше Қошқар Серікбай деген бар, Иманбайұлы. Ол 80-ге толып, соған біз бардық қой шақырып тойына. Сол кезде біз айтып отырмыз, соңғы гидротехник сендерсіңдер. Пока гидротехник жабылып. Енді қайтадан ашылып жатыр ғой енді Тараздан. Иә, дұрыс айтасыз. Қазіргі кездерде осы біздің республикамызда үлкен мәселе болып тұрған осы су ғой. Су адам өзегі, мінекей сол су өзегі қазіргі кезде үлкен проблемаға айналып жатыр. Осы жерде өздеріңіз сияқты елдің білімді адамдары өте қажет ақ. Өзіңіз айтып отырғандай, судың мамандары соңғы кездерде жоқтың қасы. Сондықтан да енді алдағы уақыттағы біздің халықтың жағдайы суға байланысты қалай болады деп болжам жасай аласыз? Болжам бұл енді су болады ғой.
оны тек үнемдей білу керек. Ең басты мәселе үнемдеу. Үнемдеу болу керек. Бұрынғыда қазір мысалы одақ болып тұрған кезде ол проблема жоқ еді. Келісілген бір шарт бар, норма бар. Ол сен қалай да болса сол норманы саған беретін болса да. А қазір әркім өзі бөліп алғасын жаңағы ненің басындағы су ішеді, соңғы жағы у ішеді дегендей, мына ең соңғысы мына барлық мәселені де мына көтеріп жатқан Арал ғой енді. Кеше де жиналыс болды бізде. Жаңағы сыр мұраттары деген қазір бір қоғам ашылды, соған мүше болып нетті. Ауыл партиясы ашып алды. Сонда да осы су туралы мәселе болады. Енді мына Арал айтатындары. Аралды кеше бір кітаптың тұсаукесері болды. Құмда қалған кемелер деген. Кеше соның тұсаукесері болды, сол бір кітаптан берді. Бұл да бұрын ПМК-да жұмыс істеген, мастер болып, прораб болып сол жазған екен. Кеше болды, енді әлі оқып неткен жоқ соны. Су, мысалы мына Көкаралда 36 айда толады деген суды істегеннен кейін. Бірақ мен соны 6 айда толтырдым. 6 айда су көп болды. 18, 17, 2005-те бітірдік. 2005-2006. Содан кейін су көбейді. Бұл енді ауа райына байланысты ғой, жауын-шашынға. Кейбір кезде көп, мысалы шет жаңалықтарды қарап отырсаңдар, шетелдің бәрін су басып жатыр. Жаңбырдан, неден. Бізге дейін келетін шығар. Сондай тілектеміз ғой енді. Сондай тілектеміз енді ол. Егерде су болса, мал шаруашылығымызда, егін шаруашылығымызда, барлық дүниедегі адамның өзекті дүниесі су ғой енді. Енді аға бір сұрақ тағы беріп өтсем деймін. Жалпы жақсы ер азамат халықтың алдына шығып жүрсе, оның артында бір жақсы әйелдің тұрғаны деген бар ғой. Сондықтан да бұл жерде сіздің анаңыз туралы мен сұрағым келеді. Анаңыз туралы бір-екі ауыз әңгіме айтып өтсеңіз. Анамыз енді осы қолда Қазалының қызы ғой, осы жақта жүріп нетті. 35-ші жылғы. 35-ші жылғы. 7 бала болды, 2 ұл, 5 қыз, біреуі соң қайтыс болып қалғандар қазір аман. Бір қарындасым осында, Қызылордада, мен қалғанның бәрі Астанада. Астана болған сол жаққа келіп, жан жаққа. Осында ағасы тұрды. Туысқандардың бәрі осында ғой енді, мамам. Енді жаңа өзіңіз айтып отқандай, әкені бірде көрсеңіздер, бірде көрмейсіздер. Түнде келіп, сіздер ұйықтағанда келіп, таңертең сіздер тұрмай кетіп қалады. Бірақ сол үйдің тауқыметі, баланың тауқыметі, оның тәрбиесі барлығымен айналысқан сол ана ғой. Ал ер азаматтың сыртта алаңсыз жүруіне үйдегі барлығын жай қылып отқан тағы да ана. Сондықтан да ол кісінің еңбегі зор деп ойлаймын. Еңбегі зор. Мына тұрған сөмкелері тұр ғой. 2 сөмкесі болады. Мына командировкадан келетін ананы тастайды, анаусы дайын тұру керек. Таза киімдер. Сол мана тастайды. Бұл кезде мына қазіргідей жаңағы не жоқ, қолмен жуады ғой. Машина жоқ, кептіретін жоқ. Қолмен жуады. Соны кептіреді, сосын жаңағы өтек. Кәдімгі жаңағы бүйтіп тұрған, сол онымен де күйдіріп алмау керек дегендей. Талай киім киді ғой енді. Ана киімдер дайын тұрады ғой. Кеп тастайды. Аяқ киім несі, екінші запас анау салынып тұрады. Ол жаңағы ойламайды ертең неге кете береді. Жинасқа киімі бөлек, жинасқа кететіндері. Оның бәрі бөлек. Галстугы байлаулы, галстугын көбісі мен байлап беретін едім, дайындап қоямын, маған айтады, дайындап қой деп. 30 ба 40 ба галстук бар еді. Әрнеге не? Бұл кезде енді галстук деген өте не ғой, содан үйрендік бізде галстук тағуды. Дұрыс, рахмет аға. Өзіңізбенен бүгін сұхбаттасқанымызға көп қуанып қалып жатырмыз. Елдің алдында Ержігіт Бозғұлов ағамыздың осындай өмірдегі биік болмысын насихаттап, өздеріңіздің ұрпақтары бар екенін ел жұртқа осы жариялап насихаттау мақсатында бүгін осы төрдегі сөз біз музейлік жобасына сізді қонаққа шақырған болатынбыз. Келіп сұхбат бергеніңізге көп рахмет. Алдағы уақыттарда да осы қоғаммен бірге су мәселесінде болсын, өзекті мәселелерде болсын,
басшылығында жүруге сізге Алла нәсіп етсін деп тілеймін. Әмин. Аман болыңыз, жақсы күнде қауышайық. Құрметті көрермен, біздің музейлік төрдегі сөз жобасы өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.